армысыздар. Мен Шалабаев Қуаныш Шалабайұлы Жылой аудандық жас техниктер станциясында робототехника үйірмесінде жетекшімін. Робототехника автоматтандырылған техникалық жүйе жасайтын қолданбалы ғылым. Робототехника, электроника, механика және бағдарламалау ғылымдарына негізделген. Робототехника үйірмесінің негізгі міндеті оқушыларға, білім алушыларға ерте бастан техникалық құрылғыларды меңгеру, сондай-ақ техникалық шығармашылық қабілеттерін ерте бастан дамыту және қызығушылықтарын арттыру, болашақта техникалық саланың білгір маманы болуға жол ашады. Біздер үйірмеде Lego Maestro Education F3 платформасын оқушыларға үйретеміз. Бұл Lego конструкторлары екі түрлі жәшік болып келеді. Бірінші базалық, екіншісі ресурстар. Базалық жәшікте ішінде бағдарламалар блогы, әртүрлі үлкен күшті сервер моторлар, түсті анықтайтын және әртүрлі кедерген анықтайтын ультра дыбысты датчик және сезгіш датчиктер орналасады. Ал ресурстар жәшікте әртүрлі техникалық модельді құрастыратын роботтарды құрастыруға қажетті жабдықтар, пиндар және балкілер болады. Lego сөзі латын тілінен аударғанда құрастырам, үйренем деген мағынаны білдіреді. Әлемдік ғалымдар Lego технологияны қазіргі таңда білім саласына енгізіп жатыр. Неге? Өйткені Lego құрастыру оқушылардың, жастардың ойлау жүйесін дамытады және техникалық ептіліктерін арттырады және болашақта бағдарламалау дағдыларын үйренетін болады. Үйірмеде сабақтың жүру барысы еркін. Сабақтың ұзақтығы 1,5 сағат. Сол 1,5 сағаттың ішінде білім алушылар берілген тапсырманы орындап, оған бағдарлама жасап үйренеді. Бізде негізінен оқушылар топтасып жұмыс жасайды. 2-ден, 3-ден, 4-ден. Өйткені бір техникалық модельді роботты құрастыруға бір адамнан гөрі 3-4 адамның бірігіп жұмыс жасағаны жеңілірек. Бір оқушы оның техникалық модельдің формасын ұсынса, тағы бірі керекті жабдықтарды ойластырады, тағы бірі оған алгоритм бағдарлама енгізеді. Ұжыммен жұмыс жасау қалыптасады. Оқушылар арасында достық пайда болады. Біздер алғашқы жылдары оқушыларымыз Lego Maestro F3 платформасын меңгеріп, оған алгоритм бағдарламасын үйренді. Оқушылар өз идеяларымен Lego роботтарды құрастырды және де қазіргі таңда Lego спорт ойындарына қатысып келеміз. Жарыстың ережесімен таныстық. Мысалы, Робо Сумо 25-25 жарысы. Сол жарыстың өзінің ережесі болады. Сол ережесіне сай роботымызды дайындаймыз. Біріншегі талап роботын 25-25 см аспау керек. Және де екінші талап салмағы 1 кг аспау керек. Егер де асып кеткен жағдайда артық бөлшектерді алып тастаймыз. Одан ары қарай роботымызға бағдарлама енгіземіз. Бағдарламаның негізгі талабы мынандай болады. Ең әуелі 90-90 или метр шеңбер болады. Сол шеңбердің ішінде роботтарымыз дөңгелесетін болады. Алгоритм бағдарлама мынандай кезекпен құрылу керек. Ең әуелі қарсылас роботты іздеп табу үшін
Біздер роботымызға ультрадыбысты датчик орнатамыз. Датчигімізді орнаттып, қарсылас роботымызды іздеп тапты. Енді осыны шеңберден итеру керек. Ол үшін біздер роботқа мотор орнатамыз. Моторлардың күш береміз. Бұлай айтқанда мощностьны көбейтеміз. Және де роботтың алдына әртүрлі күреңшелер орнатамыз. Күреңшемізді орнаттып, моторымызға қуаттылық күшті бердік. Ол роботымызды итерді. Және ол қарасыздықтан асып кетпеу керек. Ол үшін біз роботымызға түсті айыратын датчик орнатамыз. Түсті айыратын датчикке бағдарлама жазамыз, қарасыздықтан асып кетпеу керек деген. Біздің қарапайым бағдарламамыз осылай болады. Қазіргі таңда біздер Майншторм F3 платформасынан бөлек Arduino Uno платформасын меңгеріп жатырмыз. Arduino Uno бұл шағын микроконтроллер бағдарлама түрі CC+ деп аталады. Arduino арқылы әртүрлі сенсорларды қолданып, тұрмысқа қажетті, өндіріске қажетті роботтарды құрастырып шығаруға болады. Arduino Uno арқылы біз қазіргі таңда қарапайым жобалар жасап жатырмыз. Мысалы, ол фоторезисторды қолданып, ақылды шамдар. Фоторезистор қараңғы уақытта біздің жарығымыз жанады, жарық болған кезде қайтадан сөнеді. Қазіргі таңда жастар арасында робот техникасына деген қызығушылық артып келеді. Болашақта оқушыларымыз техникаға салып, білгір маманы болады дегенге сенеміз. Робототехника үйірмесі алайдысында бүгін осындай не жасадық. Мен робототехника үйірмесіне қатысамын.